Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерменен жасалу жолы өте оңай пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, төмендегі подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 4 ас қасық майонезімізді саламыз. Енді 4 дана жұмыртқамызды саламыз. 250 грамм шекер саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ванильный сахар және разрыхитель саламыз. Үстінен ұнымызды салып, тағы да араластырамыз. Қамырымыз орташа қою болу керек. Қамырымыздың азғантай бөлігін бөліп аламыз. Оған какао салып, жақсылап араластырамыз. Формамыздың астына пергамент қағазын салып, үстіне тестамызды құямыз. Үстін бір тегіс етіп жайып шығамыз. Какао қосылған тестамызды үстіне осылай әсемдеп шығамыз. Таяқшаның көмегімен дәл осылай форма саламыз. Жүз 180 градуста 30 минутта пеште пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Барлығыңызға ас болсын.